Бағана біраз видеолар салынғаннан кейін бір комментарий келіпті да, өте қызықтыратын күшті. Не үшін гүлдің де әдемілігін қалау керек, горшоктар әдемі горшокқа отырғызған сайын гүл одан да әдемілігін көрсетеді деп өзім сондайды қалаймын. Этика, эстетика, енді ол жағын бәріміз де түсінеміз. Барлық қыз келіншек осындай әдемі горшокқа отырғызғысы келеді. Мен де мысалы осындай әдемі горшокқа, мысалы мына Вашингтония пальмамды кәдімгі қазір не деген әдемі горшоктар бар, отырғызғым келеді. Бірақ қаржы жағы әзірге менде сәл қысымдауда, қысым бар да қаржы жағынан. Мысалы жоқтан бар жасаудың өзі де бір өнер негізінде да. Әзірге еге береміз. Жоқ, ойбай, оны мысалы көп келіншектер горшоктың бағасын барып көреді. Пәленбай теңге, топырағын алу керек, пәленбай теңге, гүлдің өзі пәленбай теңге. Ой, қош деп қолды бір сілтейді да. Ол негізі дұрыс емес деп ойлаймын. Мысалы менде қазір мына қараңыздар, қаншама пальмамда керемет жағдайда уже әдемі горшокқа отырғызсам, әдемі элитный болып, әдемі болып көрінетін жағдайда тұр. Мысалы юбкам тұр, Вашингтония, мына финиковый пальмаларым, мысалы уже дайын. Бір уақыт, өзі уақыты келеді деп ойлаймын, әдемі горшоктар алуға. Өзі Алла тағалам бір күні береді, оны да береді да. Соға шейін жоқтан бар жасап, өстіп, гүлдерді егіп, бар горшокпен жоқтан бар жасаңыздар деп айтамын.